қазіргі таңда бізде ертіс шаңғы базасында қысқы облыстық оқушылар гимназиадасының екінші кезеңінде қысқы президенттік көпсайыстың жарысы өткізіліп жатыр. Кеше ғана белтемірден тартылу және мылтықтан ату сайысы өткізіліп, міне қазіргі таңда шаңғы жарысы өз мәресіне жетуде. Осы жеңімпаздар облыстық құрама командасы жасақталып, наурыздың 14 мен 19 аралығында Щучинск қаласында өтілетін республикалық оқушылар гимназиясына Павлодар облысының намысын қорғайды. Сегодня у нас проходили соревнования именно по зимнему многоборью, в котором было очень большое количество участников, районов, в котором я заняла первое место. Соперников было много. Виды не самые легкие, это отжимания, стрельба, лыжи. Погода сегодня явно была против наших соревнований. Условия очень тяжелые, но все бежали в равных, и, как говорится, побеждает сильнейшие. Жеті жыл үстел тенниспен айналысам. Бүгін мен бірінші орын алдым. Біз күнде жарысқа дайындалып, өте қиын жаттығулар істедік.